бәрі дайын болды. Ал жан сору құрылғысы ше? Жұмыс жасай берсін. Көп ұзамай мынаны да қалай басқару керектігін үйреніп аламыз. Оған сенімдімін. Егер бұйрық берсеңіз, бәлкім олар кері қайтар. Жоқ, бұлар генералдың ең сенімді адамдары. Егер жан сору құрылғысын тоқтатамыз десек, ендеше олардың көзін құрту керек. Дұрыс айтасың. Қане, іске кірісейік. Оны мен өзім айналсам, сіз шегініңіз. Жоқ, біз бірге күресеміз. Қалай, бәрі жақсы ма? Омыртқам, ол сынған сияқты. Тұруыма көмектесіңіз. Жоқ, Таня, осында бол. Бұл жолы сені мен қорғайым. Біз, Эрмак. Еш пайдасыз бізбен күреспек ойың бар ма? Тағы бір адым жақындасаң, мен сені өз қаруыммен таныстырам. Біз көппіз, ал сен жалғызсың. Қазір сені өлтіреміз, сосын біздің қатарымызға қосыласың. Менің жанымды ала алмайсың, Ермек. Өте керемет, ханшайым. Егер сіз ханшайым болмағаныңызда Умгади бола алады екенсіз. Жылы лебізіңе рахмет, қымбатты Таня. Тезірек, кетуіміз керек. Мелина, тоқтай тұр. Әке? Әке, бұл сен бе? Иә, Мелина. Бұл дене тірілер орманында жасалған, сол үшін оның ішінде мен де бармын. Сенің ауыр соққың бізді өзгеріске алып келді. Енді бұл денені мен басқарам. Әке! Сен де Умгадисің, бірақ Лимей қайда? Сіз қайтқаннан кейін оның орнына мен келдім, ұлы мәртебелім. Ол жазадан қашып, өз орнынан бас тартты. Жаза дейді, ол еш нәрсеге кінәлі емес қой. Бұл мәселені кейін шешеміз, әке. Қазір бізге кету керек. Джерард? Иә, Синдел, бұл мен. Мен сені қайта көремін деп ойламап едім. Оралуыңызбен, Джерард. Люкан, ескі дос, қайта қауышқаныма қуаныштымын. Сенің бізбен бірге болатындығыңа қуаныштымын. Біз тағы да бір қиын жағдайға тап болдық.
және біз тағы да бірге бәрін жеңіп шығамыз. Дәл бұрынғыша Синделдің қалағанын орындаймын. Олар қалайша біздің жан соры құрылғысын бұзғанымызды байқамады? Бұл тау ішінде орналасқан. Сол үшін сыртта не болып жатқандығын байқау өте қиын. Дайындықтары бітіп жатыр. Бұл жағдайдың тағы да қайталануына жол бермеуіміз керек. Тәжді тартып алайық. Сол кезде олар әскерді қозғай алмайды. Егер оларды қоршап алсақ, оларды оңай жайратамыз. Мен оларды алдандырам, сіздер орындарыңызға барыңыздар. Бәрін маған қалдырыңыз, анашым. Шансун! Мелина ханшайым. Сыртқы әлемнен сендерге жақсы жаңалық алып келдім. Синдел тақтан түсті, енді бәрін генерал Шао басқарады. Солай болса, сіз қалай бостандықта жүрсіз? Бәрі ойдағыдай шығу үшін генерал Шаоға менің көмегім керек болды. Ал мен одан бас тартпадым. Патшайым шынымен де тақтан оңай бас тартты ма? Бір өзім келсем де менен күмәнданасың ба? Біздің патшалық генерал Шаоның қолында күшейері анық. Ай, патша Шаоның. Көз қарасыңыз осыншалықты өзгереді деп ойламаппын. Бірақ бұл сыртқы әлемге тек пайда келер анық. Иә, Шансун, дұрыс айтасың. Бірақ қалай ойлайсың, егер мен өтірік айтқан болсам ше? Керемет орындау, ханшайым. Бұл қызды әрдайым ақымақ санаушы ем. Бірақ бұлай жасай алады деп кім ойлаған? Сендер расымен де менің қабілеттеріме күмәнданып жүрсіңдер ме? Қазір сені өлілер қатарына қосам. Сыртқы әлемді сатқаның үшін қатты өкінетін болдың. Рахмет, ханшайым, бұл шайқас енді аяқталды. Шайқас емес, бір жекпе-жек аяқталды. Дұрыс айтасың, сенің әлгі әміршіңді ұстамайынша әлемдерге төнген қауіпті тоқтата алмаймыз. Ол кім, сиқыршы? Ал өзі де келді. Люкан, танысып қой, бұл Дамаши. Дамаши. Сен алданып қалдың, сиқыршы. Сен Дамаши емессің, сен менсің. Расын айтқанда, сен менсің. Люканның ісіне араласу үшін жаратылған менің ақымақ көшірмем. Не болып кетті өзі? Бұл кім тағы? Бұл Шансун, кезінде маған қарсы құм сағаты үшін күрескен. Мен мұны өлді деп ойладым. Керісінше, мен сені өлді деп ойладым, Люкан. Арамызда болған жекпе-жектің кесірінен көптеген энергия пайда болды. Сол үшін уақыт кеңістіктері көбейіп кетті. Сол себепті жекпе-жектің екі нәтижесі болды. Бірінде мен, ал екіншісінде сен жеңдің. Мыңдаған жылдардан кейін мен бұл жайлы білдім. Содан кейін не істеу керектігін түсіндім. Осы бір ерекше кейіптің арқасында мен сенің әлеміңе араластым. Мен мына ақымақтарды алдап, оларға кішігірім күш бердім. Олар мына мен үшін патшалықтардың арасына от салып, маған арнап айдаһар әскерін дайындады. Жер патшалығы мен сыртқы әлемге қарсы күресте олардың маған көмектесетіндігін жақсы білдім. Бірақ расында менің шын қалауым бұл әлемдегі бар тіршілік иесін тізе бүктіріп өзімнің қатарыма қосу еді.
Сен бізге патшалықтарды уәде еттің. Не, енді өз сөзіңнен секіріп тұрсың ба? О бастан сендер менің серіктесім болған емессіңдер. Бастапқыда менің қалауымды орындасаңдар, енді өлімге де қиям. Біз саған адал қызмет еттік, сен үшін айдаһар әскерін жасадық. Мына ойыншықты айтып тұрсыңдар ма? Маған мына тұрған әскерді басқару үшін бұл емес, олардың рухтары қажет болды. Қош бол, Люкан. Мен сені де, тіпті сенің уақыт кеңістігіңді де есіме алмаймын енді. Шамасы дәл қазір нағыз біздің бірігетін уақытымыз. Мен сендердің ешқайсыларыңа сенбеймін, соны біліңдер. Сәл күдікті әрекет жасасаңдар, оңдырмаймын. Мирина, хәлің жақсы ма? Ішімдегі дерт. Бағындыра алар емеспін. Өз-өзімді ұстауым керек. Сен менің отбасыма қол көтердің. Осы үшін жазаңды аласың. Қанша күш салсаң да оның нәтижесі жоқ. Бұл уақыт кеңістігі көп ұзамай құриды. Әлгі қожайының Шансунға сен сияқты адам керек екеніне күмәнім бар. Өлгілерің келсе, бері жақындаңдар. Рейден аяқтай алмаған істі мен аяқтаймын қазір. Сенде мен секілді қайтпайтының мені таңғалдырып тұр. Мен әлі тыныстап тұрмын. Кеудемде әлі қаным жүріп тұр. Демек, мен әлі жеңілген жоқпын. Керемет сөз айттың, бірақ соны іспен жасай аласың ба? Бұл жерден ешқайсың аман қайтпайсың да. Ең аянышты жағдай ғой. Қазір қызы анасынан айырылады. Егер бүгін анам өлсе, ол бүгін өлетін нағыз Синдел емес. Анашым өлмеші, қазір емес. Менің уақытым келді. Қандай жағдай болмасын, біз бірнеше сағат болса да бірге болдық. Оларға өзім бас көз болам. Анашым! Енді сен патшайымсың. Дұрыстап басқар. Иә, анашым. Әкем мен Китана маған көмектеседі. Әрине. Әке, сен не істедің?
Мен анаңның рухын өзіме алдым. Ол енді қауіпсіздікте. Уайымдаудың еш қажеті жоқ. Қане, бұл жерден дереу кетуіміз керек. Бір әлемнен бір әлемге осыншама әскерді көшіру үшін оған өткел керек, солай ма? Біреу емес, бірнеше қатар тізілген өткел қажет. Олар сол жаққа баратындығы анық. Қане, олардың артынан ерек, сол кезде біз өткелге жетіп аламыз. Жақсы, бірақ шабуыл жасауға болмайды. Бірінші Рейден, Кунлау және басқалары келу керек. Бір өкініштісі, бізге Линкөй көмектесе алмайды. Бихайн бәрінің бетін қайтарып тастаған. Осы мәселені шешкеннен кейін олармен өзіміз сөйлесеміз. Бұл көптеген шайқастардың алғашқысы болмақ. Титан Шансон бұл соғыс үшін өзінің бүкіл әлемін дайындаған болуы керек. Біз оған қарсы күресе алмаймыз. Менің сыңарым жаңа екеулерінің жекпе-жектерінің уақыт кеңістігіне өзгеріс алып келгендігін айтып еді ғой. Бірақ қайдан білесіңдер, уақыт кеңістігіне тым қатты залал тиген шығар. Егер екі уақыт кеңістігі болса, бәлкім одан да көп болар. Сонымен не айтқың келіп тұр, сиқыршы? Сен жаңа шамамыз жетпейді дедің. Бәлкім басқа уақыт кеңістіктерінен өзімізге күш табамыз. Бірақ оны қалай жасаймыз? Басқа уақыт кеңістіктеріне өтіп өз жақындарымызды жинайық. Мықты титандарды, сөйтіп ең мықты әскер құрайық. Олардың бар екендігіне ешқандай дәлел жоқ. Бұл соғыста жеңу үшін қолдағы бар мүмкіндікті пайдаланайық. Өмірімізбен тәуекел етудің қажеті жоқ. Егер Люкан рас айтқан болса, ендеше біздің соғыста жеңілеріміз анық. Бірақ бұл ой біздің соңғы үмітіміз. Герас, сен қалай ойлайсың? Бұл негізі рас болуы да мүмкін. Бірақ құм сағат арқылы іздеп табатындай бізде ондай күш жоқ. Ондай күш тек уақыт сақшысында ғана болады. Бірақ ол есімді иеленетіндей менде ондай күш жоқ. Сіз оны өзіңізге қайтара аласыз. Түсінбедім. Қалай сонда? Сіз уақыт сақшысы болғыңыз келмей күшіңізден бас тартқан кезде, мен ол сізге керек болып қалар деп қауіптендім. Сол себепті мен оны жинап, таралып кетуіне жол бермей сақтап қойдым. Және осыншама уақыт бойы қауіпсіз жерде тұр. Осы уақытқа дейін неге мұны айтпадың? Күшті қайтарып алу тым ұзаққа созылмайды, бірақ одан кейін ол күштен құтыла алмайсыз. Сіз өзіңіз жақсы көретін, қымбат санайтын, өзіңіздің өміріңіз жер патшалығының қорғаушысы болу сізге енді қайтып келмейді. Осы себепті ол күшті қайтарып алуға болатындығын осы уақытқа дейін айтпаған екенсің ғой. Дәл солай. Рахмет, Герас. Сенің ақылды шешімің бізді құтқарады. Ал, ендеше сен қазір менің күшімді қайда жасырып отырсың? Тезірек оны қайтаруымыз керек. От шіркеуінде ұлы шебер Кунлау оның сізге сыйлаған ұлы барыстың ішінде жасырылған. Иә, Герас. Люкан сіз ойлағаннан да қауіпті болып шықты. Ол өз адамдарымен қамалдан қашып кетті. Қалғандарын ұмыт, маған тек Люкан керек. Менің жоспарымды құрту тек соның қолынан келеді. Менің күшімді қауіпсіздікте сақтау үшін керемет орын таңдапсың, Герас. Ұлы шебер Кунлау оның сыйлығын әрқашанда бағалаған едім. Ол сыйлық маған әрдайым оның керемет қайсарлығы мен жылы жүрегін есіме түсіріп тұрады. Нефрит барысын алып, бірден құм сағатына қарай тартуымыз керек. Сол жерде сақталып тұрған күшіңізді өзіңізге қайтарамыз. Менің қазір бір түсініп тұрғаным, ол күшті олай сақтамай-ақ біреу иемдене алар еді. Яғни сен айтам. Сен неге сол күшті өзіңе алып, құм сағатының иесі болып уақыт сақшысына айналмадың? Неге олай жасамадың? Себебі мен сіздің жаңа дәуірге болашақпен қарайтыныңызды жақсы білем. Ал маған қорғаушы болудың өзі жеткілікті. Көп-көп рахмет саған, Герас. Ал
үрдіс туралы айтсақ, сен маған күшімнің қайтатынына сенімсің бе? Сенімсіз болайық, тіпті өте қатты сенімді болайық. Бастысы қол қусырып қарап отқаннан жақсы емес пе? Егер тіпті қолымыздан келген күннің өзінде басқа уақыт кеңістіктерімен сізге серіктес табатындығымызға ешқандай кепілдік жоқ. Олар болмауы да мүмкін. Шынымды айтсам, қалай болған күннің өзінде соғыста өз адамдарыма қауіп төне ме деп қорқам. Чемпиондарыңыз күшеймесе әлсіремейді. Бұл ұлы соғыс. Айдаһар әскеріне қарсы күресу үлкен сабақ болады. Оларды нағыз жаратқанның өзі қорғайды деп сенейік. Менің қатыным қатты қателесіпті. Бұл үшін 30 мың құрттың деп сонша ұрсып еді. Міне, пайдасы тиіп жатыр. Не деген ерекше сиқыр? Әй, көке, бұл саған сиқыр емес. Бұны технология дейді. Қандай жағдай болмасын, біз не істеу керектігін жақсы білеміз. Мына жексұрындар мен айдаһар әскерін тезірек құрту керек. Скорпион, сенің жоспарың бар ма? Алдымен өзара топтасуымыз керек. Сен Куан Чи және Шансумен бірге өз күштеріңді пайдаланып, өткелді құртыңдар. Кен Ши мен Джерард айдаһар әскерінің оңай қозғалуына мүмкіндік бермеңдер. Қалғандарымыз өз сыңарларымызды құртамыз. Егер бәрі ойдағыдай шықса, айдаһар әскерін құрту оңай болады. Неткен қу стратегия. Айтпа, тіпті мен бұдан жақсысын ойлап таба алмас едім. Осы бұлшылдағандарың жетер. Егер біздің сенімімізге ие болуларың келсе, ендеше іспен дәлелдеңдер. Уақыты келді. Бәрі дайын болды. Енді бәрін тып-типыл ету ғана қалды. Армагеддон. Ой, мына сорлылар. Шайқас жалғасады, Шансун. Куан Чи, қане кеттік. Олардың бізді сатып кеткеніне менің әлі күнге дейін көтім ашып жүр. Бұлардың сазайын беру үшін барымды салам. Бұлардың көзін өзім ақ құртам. Одан да бойыңдағы бар күшіңді менің әлгі жексұрын егізіме сақта. Бұл ешақтар енді бізге кедергі жасамайды.
Бұлармен өзіміз айналасамыз. Сен жаймен бассай бер. Рахметтің қажеті жоқ, сиқыршылар. Меніңше, Рейден бізге болашақта дұшпан болатын сияқты. Бәлкім солай шығар, бірақ бұны қазір талқылаудың қажеті жоқ. Алдымен бүгінгі күнгі мәселені шешіп алайық. Мәселе шешілді. Енді үшеуі қалды. Нәтиже бар. Қане, келесісіне кеттік. Не болғанын көрдіңдер ме? Оның өмірі өткелдермен байланысты. Егер оны өлтірсек, мәңгілікке бұл өткелдерді жабамыз. Мына оңбаған көшірмелер менің қанымды ішіп бітті. Ендеше осымен аяқтайық. Қолдарыңдағы от пен мұз еш нәрсеге жарымады. Халіңіз жақсы ма? Жағдайым өте жақсы. Ақымақтар, сендердің жоспарларың іске асып жатыр, себебі мен әлі іске көшкен жоқпын. Ал енді жақсылап тұрып сазайларыңды бере. Сенің күштерің енді біздікі. Бәрі сендер ойлағандай, әскері тұзаққа түсті. Енді уақыт әлемімізге ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Есіңде сақта, Рейден. Біз кінәлі болған соң ғана өз өмірімізбен тәуекел еттік. Өзің айтқандай, егер әлгі Шансумен байланыспағандарыңда бұндай жағдай болмас еді. Олар соңғы адамға дейін шайқасып жатыр. Қане, басқаларына көмектесуіміз керек.